амал күні, көрісу күні барша шымкенттіктерді, барша қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Көрісу күні амал мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 14 наурыз көрісу амал мерекесі Шымкентте кең көлемде аталып өтті. Наурыз мейрамының бастауы саналатын бұл күні қала тұрғындары мен қонақтарына ұлттық дәстүрлерімізді дәріптей отырып ерекше көңіл күй сыйлады. Бақыт қонатын күн, дабыл қағатын күн, бүгін ақ тілектер қабыл болатын күн. Бізбен бірген сала күнде тұртамыз ана, шаттық сыйлайтын күн баршаға. Байлығын берекен, көңілін көлекен, құтты болсын елім мерекен. Пейілім кең екен, далаңа тең екен, тарқамасын мәңгі мереке. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, осы Шымкент қаласының құрметті азаматы Жұмат Шанин атындағы қалалық академиялық театрының әртісі Еркінбек Шымырқұл. Бүгінгі міне ерекше күн, көрісу күні, амал мерекесі баршамызға құт береке мен жақсылық, қуаныш алып келе берсін. Баршаңызды игі жақсылар, жаны жайсан, қала тұрғындары, мынау бірге әріптестерімнің бәрін осы көктемнің шуақты мерекесімен, жаңа жылымызбен құттықтаймын. Қадірлі шымкенттіктер, ассалаумағалейкум, баршаңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Бүгінгі наурыз, 14 наурыз, амал күні, көрісу күні барша шымкенттіктерді, барша қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Әзіл Сақ және сатира театрының әртісі Нұржан Қылшынбаев. Аман болыңыздар, еліміз аман болсын. Есімім Мөлдір Убайдуллақызы Оңдасынова. Шымкент қаласының мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасы басшысының орынбасары. Қаламызда көрісу амал мерекесі өте кең көлемде тойланып жатыр. Халқымыздың, төрт түліктің аузы көкке, халқымыздың аузы аққа жеткен осындай тамаша көктем мезгілінде өтіп жатқан осы көрісу амал мерекесіне байланысты біз әкімдік тарапынан, басқарма тарапынан осындай барлық локацияларда көрісу амал мерекесін ұйымдастырып жатырмыз. Бүгін қаламызда көптеген қоғамдық орындарда дәл осындай көріністер өтіп жатыр. Қазір Астана алаңынан бастау алып жатыр. Және де сағат бүгін 10-нан бастап қоғамдық орындарда, яғни теміржол вокзалында, әуежайда келген, қаламызға келіп жатқан қонақтарды, тұрғындарды қарсы алып, олармен бірге көрісіп жатыр. Бауырсақ, қымыз, шұбатпенен қарсы алып, ол жаққа да осындай мерекелік көңіл күй сыйлап Астана жатыр. алаңында мәдениет және өнер саласының өкілдері көрісу рәсімін өткізіп, қала тұрғындарына ақжарма тілектерін арнады. Әділ Елібай, Дидар Аязхан, Азат Ньюс ақпараттық агенттігі.